Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Қобалжу, абыржу, отау тегу, қал, айнымау, тартқан, қойма, тұтас, қаптау, бағытталған, думан, иек, ханзада. Орыс тіліне нұсқаларды оқимын, тыңдаңыздар. Волноваться, растеряться, становиться хозяином самостоятельной семьи, родинка, быть похожим, похожий, склад, хранилище, сплошной, цельный, обшивать, облицовывать, направленный, пиршество, подбородок, принц. Осы сөздердің тізімімен шығармамды жазайын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды тыңдаңыздар. Ханзада мен қайыршы. Ежелгі заманда бір патшалықта ханзада өмір сүрді. Оның бір айырмашылығы, ол өзіне тым сенімді болды. Сол кезде қаланың кедей ауданында бір қайыршы бала өмір сүрді. Алайда бір қызығы, ханзада мен қайыршы бала бір-біріне егіз балалар сияқты аумады. Тіпті олардың иектерінде бірдей халы болған. Солай айнымаудан айналадағы адамдар, тіпті туған аналары да оларды айырмайды. Табиғат тосын сыйларын әкеледі. Осылай бір-біріне тартқан балаларын кездесуі мүмкіндігін өте аз болса да, олар кездесті. Бұл кездесу па әлде кездесу емес пе, болатынның құпиясы екен. Тағдырлар Құдайдың қолында екенін ұмытпаңыздар. Патшалықта мереке күні болған. Адамдар көшеде қыдырып, көңіл күйін көтеріп, би биледі, тойлады. Іш піскен, жалығып кеткен ханзада патшаның дәстүрлі думанда отырып, не айналысатын идеялар туралы ойлады. Сікір отшашу жасауды жақсы болар еді деп ойлады. Отшашу артындағы ауаланың қоймасында сақталған. Қайыршы бала осылай ойларымен де қоймадан да шашуды ұрлағысы келді. Қоймаға келіп, биік шарбақтың алдында біраз уақыт абыржып тұрды. Бала кішкене қобалжып қалса да, қоршауға көтерді бастады. Қоршаудан өтіп, жерге секіруде құлап жіберді. Мұнда кім екен? Сыбырлап сұрады ханзада. Мен ғой тыныш, әйтпесе біреу бізді ұстап жібереді. Осылайша екі бала кездесті. Сен осы жерде не істейсің? Отшашуды жасағым келеді. Менің ауылымдағы балаларына қандай керемет дәстүр болар, деп қайыршы бала айтып қойды. Олар отшашуынан қалталарын толтырып, әңгімелесуді жалғастырды. Сен қазір қайда?
бағыт аласың? Осы қоймадан қалай шықпақсың? Деп қайыршы сұрады. Осы шығуға бағытталған жебе белгісін көресің бе? Қабырғаға салған ұзын тұтас жебе көрінетін. Ол қарағай ағашынан қапталған есігіне бағытталған. Бірнеше жылдар өткеннен кейін ханзада отау текті, бірақ бұл басқа әңгімесі. Қазір синхрон аудармасынан тырысайық, тыңдаңыздар. Принц и нищий. В стародавние времена в одном королевстве жил принц. Одним его отличием была чрезмерная самоуверенность. В то же время в бедном районе города жил нищий. Однако, что интересно, принц и нищий были похожи друг на друга, как близнецы. Даже на их подбородках была одинаковая родинка. Из-за такого сходства окружающие люди, даже их родные матери, не могли бы их различить. Природа преподносит сюрпризы. Хотя вероятность встречи этих детей, так похожих друг на друга, была крайне мала, они все же случайно встретились. Является ли эта встреча случайной или нет, это загадка. Не забывайте, что судьбы в руках Всевышнего. В королевстве был праздничный день. Люди гуляли по улицам, веселились, танцевали, пировали. Сидя на традиционном королевском пиру, принц, заскучав, размышлял о том, чем бы ему заняться. Он подумал, что хорошо бы было устроить волшебный салют. Этот салют хранился на складе на заднем дворе. Нищий с такими же помышлениями хотел украсть фейерверк со склада. Придя к складу, он некоторое время постоял в растерянности перед высоким забором. Хотя мальчик немного робел, он начал залазить на забор. Перебравшись через него, он упал, спрыгивая на землю. «Кто это здесь?» — шепотом спросил принц. «Это я, тихо, а то кто-нибудь нас схватит». Таким образом, двое детей встретились. «Что ты здесь делаешь?» «Я хочу устроить фейерверк». «Какое же чудесное гуляние будет для ребят в нашем дворе», — сказал нищий. Они наполнили свои карманы фейерверком и продолжили разговор. «Ты куда сейчас путь держишь? Как собираешься выйти из этого сарая?» — спросил нищий. «Видишь стрелку-указатель, направленную на этот выход?» На стене виднелась длинная сплошная стрелка. Она была направлена на дверь, обшитую сосновой древесиной. Спустя несколько лет принц обзавелся семьей. Но это уже другая история.